Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастайық. Сабақтың тақырыбы қосу және азайту. 6-шы тапсырма. Суретке қара, тыңда, қайтала. Суретке қара, тыңда, ойлан, қарындаштарды сана. 1 қосу 1 болады 2. 1 қосу 2 болады 3. 1 қосу 3 болады 4. Сұрақтарға жауап бер. 1 қосу 1 қанша болады? 1 қосу 2 қанша болады? 1 қосу 3 қанша болады? 7-ші тапсырма. Суретке қара, тыңда, қайтала. Суретке қара, ойлан, алмаларды сана. 2 азайту 1 болады 1. 3 азайту 1 болады 2. 4 азайту 1 болады 3. Сұрақтарға жауап бер. 2 азайту 1 қанша болады? 3 азайту 1 қанша болады? 4 азайту 1 қанша болады? Балалар, жаңа сөздермен танысайық. Давайте, дети, познакомимся с новыми словами. Қосу – прибавить, азайту – отнять. Қанша – сколько, болады – будет. Балалар, демалайық. Жолдарына үңіліп, екі бақа жүгіріп, секіреді бақ-бақ, ағаштарды аттап. Олар ерте тұрады, беті қолын жуады. Оңға солға шайқалып, бақылдайды ән салып. Судан шіркей табады, өсіп үлкен болады. Бақ-бақ, нақ-нақ, біздер айттық тақ-пақ. Сабақ бітті, сау болыңдар балалар.